Жоқ, құдай-ау! Оу, тістерің неткен сойдиған еді. Айтайын дегенім, тістерің маржандай аппақ екен. Бұл сөзді қылғып салмас бұрын үнемі естейтін шығарсың. Өзің арнайы құралдармен ағыртасқау деймін. Өйткені жымиып күлгенің сондай әдемі. Жалбыздың жұпар иісін сезіп тұрған сияқтымын ба қалай? Айтпақшы, менің тағы не байқағанымды білесің бе? Сен өзің бар ғой, өзің ару айдаһар екенсің. Иә, әрине, бой жеткен айдаһар екеніңді жақсы көріп тұрмын. Мұны нәзік сүйкімділігің паш етіп тұр. Не болды, көзіңе бірдеңе түсіп кетті ме? Оу, сенің жаныңда қалғымақ келеді. Бірақ білесің бе, демек мен аурам. Түтіннен үрлеп жасаған сақиналарың керемет әрине. Бірақ тынсым тарылып барады. Шрек! Жоқ! Шрек! Шрек! Оя, сен Фиона ханшасың ба? Иә, мені құтқаратын ер жүрек серіні күтудемін. Дұрыс болған екен, ал енді жүр кеттік. Тоқтай тұрыңыз, ер жүрек сері. Бұл біздің алғаш кездесуіміз. Сондықтан жан толқытар керемет сәт болуы керек емес пе? Иә, солай де, кешірім өтінем, тоқтай тұрыңыз, мұныңыз не? Сіз мені көтеріп алып, терезеден арқанмен төмен түсуіңіз керек қой. Осыны егжей-тегжей жоспарлауға уақытың жеткілікті болған сияқты. Бірақ біз осы сәттен ләззат алуымыз керек. Сіз маған арнап өлең оқуыңыз керек. Ән болсын, жыр болсын, 4 шумақ. Айтпайсыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Естімедіңіз бе? Ондай ойым жоқ. Тым болмаса құтқарушымның есімін білуіме бола ма? Шрек. Шрек сері. Сізге ерлігіңіз үшін шын жүректен ризашылығымды білдірем. Рахмет. Айдаһардың көзін құртпағансыз ба? Оған енді бара жатырмын, жүр кеттік. Бұлай істегеніңіз дұрыс емес. Қолыңызға қылыш алып, ту көтеріп, айдаһармен шайқасуыңыз керек. Сері біткен солай істейді. Иә, өздерін жалын шарпығанға дейін солай істейді. Әңгіме ол жөнінде емес. Тоқтаңыз. Қайда бара жатсыз? Шығатын есік ана жақта. Иә, алдымен есекті құтқаруым керек. Сіз өзі қандай серісіз? Теңдесі жоқ дарамын. Ақырын, асықпа жарқыным, өтінем. Менің ойымша бір-бірімізбен дұрыстап танысып біліскеніміз жөн сияқты. Бұл кертартпалық болып көрінуі мүмкін. Бірақ менің ойымша жақын қарым-қатынас үшін асықпаған жөн. Сондықтан мұндай жауапты сәтке мен әлі дайын емеспін. Иә, түсінікті сөздермен жеткізіп деймін. Жауапты сәтке. Бұлай істеуің мүлде қажеті жоқ енді. Бұл не істегенің? Жарайды. Асығыс әрекетке барудың қажеті жоқ. Асықпағанымыз дұрыс. Алдымен дос болайық, сосын достар сияқты бір-бірімізге хат жазып тұрамыз. Сапарға жиі шығатындықтан кейде ашық хат алғанды ұнатам. Сенің жаныңда қалғымақ келеді, бірақ не істеп тұрсың? Дейсіз, ол менің құйрығым ғой. Жар дегенде жалғыз құйрығым. Ақырын, жол баласың. Оныңа жол болсын. Не істемек ойың бар? Қой деймін мен саған. Қажет жоқ, қой енді. Қажет емес, бұл менің жалғыз құйрығым. Жоқ. Ау! Сәлем, ханша. Сөйлей ала ма? Иә, тілімен жағына сүйенген өзі бір зажақ. Ой.
Екі